Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Қазақ тілін үйретуге дайынбыз. Ендеше бастайық. Сәлем достар. Менің ойымша, әр адамның өзінің әуес ісі бар. Сіздерге түсініксіз болып жатқан шығар, иә? Әуес іс. Әуес іс ол хобби деп аударылады. Енді әр адамның менің ойымша өз әуес ісі бар. Әркім бос уақытында сол әуес ісімен шұғылдануды жақсы көреді. Ендеше назар аударайық, қандай әуес іс түрлері болуы мүмкін. Біріншісі ол би билеу, яғни танцевать, ән айту, петь, шахмат ойнау, играть в шахматы, дойбы ойнау, играть в шашки, кітап оқу, читать, сурет салу, рисовать. Енді осыны біздің бүгінгі грамматикалық тақырып, яғни үстеулермен байланыстыратын болсақ, үстеу это наречие. Байланыстыратын болсақ, қалай болады? Мәселен, мен биді тез үйрендім. Я быстро научился танцевать. Дәл солайша әнді айтып көрейікші. Мен ән айтуды тез үйрендім. Я быстро научился петь. Мен шахмат ойнауды тез үйрендім. Я быстро научился играть в шахматы. Мен дойбы ойнауды тез үйрендім. Я быстро научился играть в шашки. Одан кейін кітап оқу. Мен кітап оқуды тез үйрендім. Я быстро научился читать. Және де мен сурет салуды тез үйрендім. Я быстро научился рисовать. Енді сіздерге түсінікті болған шығар. Тез ол быстро. Енді бұдан да басқа үстеудің түрлері бар. Олардың біріне тоқталатын болсақ, ол босқа. Босқа это не зря. Мәселен, мен журналды босқа оқымаймын. Я не зря читаю журнал. Немесе, мен кітапты босқа оқымаймын. Я не зря читаю книги. Болмаса, мен газетті босқа оқымаймын. Я не зря читаю газеты. Келесі түрі өте. Өте это переводится как очень хорошо. Мәселен, құрбым суретті өте жақсы салады. Моя подруга очень хорошо рисует. Менің құрбым шахматты өте жақсы ойнайды. Моя подруга очень хорошо играет в шахматы. Менің құрбым әнді өте жақсы салады. Моя подруга очень хорошо поет. Өте жақсы. Енді сіздерге түсінікті болса, келесі бір түрлеріне назар аударайық. Емін-еркін. Емін-еркін переводится как свободно. Мәселен, мен қазақ тілінде емін-еркін сөйлеймін. Я свободно владею казахским. Дәл солайша, мен орыс тілінде емін-еркін сөйлеймін. Я свободно владею русским. Және де әрмен қарай кете береді. Келесі әрең. Әрең переводится как еле. Мәселен, мен шаңғыны әрең үйрендім. Я еле научился кататься на лыжах. Мәселен, мен велосипедті әрең үйрендім. Я еле научился кататься на велосипеде. Тақырып түсінікті деген ойдамыз. Ендеше тапсырма орындайық. Назарларыңызда бірнеше смайликтер берілген. Әр смайлик белгілі бір әуес істің атауы. Сіздерге етістікті анықтай отырып, дұрыс смайликпен сәйкестендіру керек. Ендеше іске сәт. Гитарада ойнау, ән айту, сурет салу, би билеу, кітап оқу, шахмат ойнау, шаңғы тебу. Сонымен, құрметті достар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деген ойдамыз. Егер де қандай да бір түсініксіз жағдайлар болса, міндетті түрде астыға пікір қалдырыңыз. Және де өздеріңіздің әуес істеріңіз туралы бөлісуді ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.